Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді сүзбелі бәліштің рецептісін ұсынамын. Менімен бірге дайындаңыздар. Үлкенірек ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды салып, одан кейін тоңазытқыштан шыққан майымызды үккіштен өткізетін боламыз. Үгітілген майды осылай ұнмен араластырып отыруымыз керек. Сонда біздің қамырымыз үгілмелі, яғни песочный болып шығатын болады. Барлығын осылай қолымызбен үгітетін боламыз. Одан соң қантымызды салып, тағы да қолымызбен араластырып аламыз. Енді бір жұмыртқаны жарып алып, одан кейін 2-3 ас қасық қаймақ салып, қамыр илейміз. Егерде қамырларыңыз бірікпей жатса, тағы да қаймақ қосуға болады. Тым қатты етіп илеп жібермеңіздер, жұмсақ, қолға жабысқақ қамыр болуы керек. Достар, егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, лүпіл басып, пікір қалдырып, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Иленген қамырды салафанға салып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ыдысымызға сүзбені салып, одан кейін жұмыртқаны салып, одан соң сгущенкамызды салып, вилканың көмегімен езетін боламыз. Егерде сіздердің сүзбелеріңізде түйіршік өте көп болса, онда блендермен езіп алғандарыңыз дұрыс. Менде сгущенка өте аз болғандықтан, тағы да қант қосатын боламын. Және де жақсылап араластыруды ұмытпаймыз. Енді қамырымызды екіге бөліп аламыз. Бір бөлігі екіншісінен кішкене үлкенірек болуы керек. Видеода көрсетілгендей ұн сеуіп жаямыз. Жайылған қамырдың шетін кесіп, төртбұрышты формаға келтіретін боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын, енді үстіне салмасын саламыз. Екінші бөлігінде жайып, ұзынша етіп кесетін боламыз. Бұл қамыр бәліштің үстін сәндеуге керек болады. Осылай пышақтың көмегімен ұзынша етіп кесеміз. Видеодағындай пирогтың бетіне әдемлеп қойып шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 30-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Жібек. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.